Бүгін Тәуіржан мен Айгүлдің жұптық қарым-қатынасын талқылайтын боламыз. Жоқ, ашса енді, ең қызығын. Öyle sen çok şimdi басқа нәрсе сияқты. Көмектесіп береді, ой. Көмектесіп береді, ау. Ужас. Ашамай айтқанша. Айгүл дейді. Я Айгуленок деп жаздырмадым. Айгүленок десем слишком анда не болып кете ма дедім, қатты еркелетіп кете ма дедім, да. Құтты болсын енді, ой. Дайысында бар енді тәтеміздің. Негізі утюжок болатын, мынандай жол. Сол енді осындай бар. Байдың қатындар сияқты. Таза байдың қатыны болды. Бұл жұптың қарым-қатынасы өте жақсы дамып келе жатыр. Және де ол бізді қуантады, әрине, көрермендерді. Жұптардың қарым-қатынасының дамуы және тойға дейін баруы кімді қуантатыны анық. Неге үйтіп айдап отырсың? Неге үйтіп айдап отырсың? Жа, не деп айқайлап отқан едім, бірдеңе деп. Қан мырза, айтарың ба, Қан мырза. Өйстіп арасында осындай бірдеңелер айтып тұрады, түсінбеймін, қаяқтан шығарып алатынын. Аңға қыздар ойша құтырып машина дейін, бай бет көрсем ба? Қайт. Мен қайтып айдайтынды көргің келе ме? Тек ше, Қайтып айдайтынды көргің келе ме? қалай дейсің? Машина айдай аласың ба, Айдаған мені, бірақ одан кейін қанша уақыт өтті айдамағанмын. Бүгін машина айдадың, сол машина ұйықтатып жүрген айдамадың дейсің ба? Жоқ, ұйықтатқан жоқпын. Ұйықтатайын деп қалдың ғой, короче. Айдатып көрсе енді. Шалайым айтырын. Дегенмен де бұл жұп тойға дейін бара ма, әлде тойға дейін бармай тоқтап қала ма, әлі де белгісіз. Оны жоба барысында көре жатармыз. Жаралған жүрегім, шын тілегім, шырқай бер тілегім, тыңдап қалма, сүйсең сүйем, күйсең күйем, ләззат алам тыңдасаң сен менің жанымды. Ма сондай, короче, примерно. Өтірік айтып жүрген жоқсың ба не? Кішкене. Иә, өтірік кетіп қалды. Иә, кішкене. Өзім қосып жіберетін бар еді. Иә, Просто если мен тура сол айтатын болсам, ешқандай различие болмайды да. Если кішкене свое нужно добавлять по-любому. Нужно вкладывать душу, понимаешь? Душу. Енді. Точь в точь айтуға болмайды дейсің ғой. Конечно. Жоқ, мен мына жерде отырмай отырмын артында вообще. Немесе бастықтың әйелдері артында отырады болса. А сіз сонда водитель болып отырсыз ба не? Здравствуйте, желаете кофе, чай или что-то еще? Су ғана көріп тұрмын ғой. Чай жоқ қой. Осыған шүкіршілік еді. Онда не алмайды. Бұл екі жұптың арасында кикілжің пайда болған еді өткен апталарда. Әділетке байланысты Гүлжан Айгүлге әділетті бұғатта деді, бірақ Айгүл одан бас тартты. Бірақ бұл кикілжің оң шешілген секілді, өйткені екеуінің қарым-қатынастарына қарағанда бәрі жақсы. Айгүленок келді. Не түсіріп Просто. Қалайсың? Жақсы, қайсың өзің? Жақсы. Енді Тәуіржан Айгүлге барлық өзінің махаббатын көрсетіп жатыр, шетелге шығарып дегендей, қымбат-қымбат сыйлықтар беріп дегендей. Бұл да бір махаббаттың көрінісі деп білеміз, сенеміз. Енді жай ғана, мысалға, кейбір блогерлер статистикасын көтеру үшін, қаралымды көтеру үшін солай жасайды ғой. Енді біз сенеміз, бұл енді шын көңілден, шын жүректен шығып жатқан сондай бір құрметтер, сондай бір махаббаттың көрсеткіші деп. Соңғы жаңалықтардан Айгүленокты дәл қазір біз аэропортқа шығарып салатын боламыз. Қалайсыздар? Бүгін кішкене настроение болмай тұр, шаршап қалды өзі. Ойбой, жатсызды қарасаңыздаршы. Сол айтамын, аяқты не мысалы? Қазір Айгүленокты шығарып саламыз. Сосын өзім бір Шымкентте бір-екі жұмыстарымды бітіріп. Тез қайтсен де депші. Тез қайтсен. Уайымдамаса деген сияқты, короче. Май қалдырып баратыр негізі. Бұл да жібереді әңгімен. Шынымен де ғой? Өшім Айгүленокті шығарып салып, Шымкентте бір күн бір жоспар қыдырып, ертең бұйырса Алматыға шығатын боламыз. Жаңағаны жұмыстармен дедің өзі. Енді жұмыс та бар, қыдыру бар. Енді тек жұмыс істей беруге де болмайды. Бұл енді кішкене демалып тұру керек қой. Ой, орда жібереді. Цепчик әперемін ғой зато саған. Қашан десе? Кімсіз? Ой, жоқ. Жарайды андай алтын әперемін андай. Ондай ма? О, ауыр болып кетеді ау енді ондай алтын. Көреміз енді бұйырса. Өткен шығарылымдарда әділет Айгүлді ұмыта алмай жүрмін, мүмкін жобадан кететін шығармын деген секілді сөздер айтты, бірақ дегенмен де жобада қалды.
енді Айгүлді ол ұмытып бара келе жатқан секілді. Кешегі шығарылымда Әділет бізге бір ой тастап қойды, көрермендерге де. Менің жобада бір қызды ұнатып жүрмін дедім, және енді бұл қыздың кім екенін отырып ойланып, біреулер өздерінің болжамын жасап жатыр. Біреулер айтады ол Зарина дейді, біреулер айтады ол Әсем дейді. Сонымен осы екі қыздың қайсысы біздің Әділеттің жүрегін жаулап алып жатыр, Әділеттің жүрегіне түсті екен, көре жатармыз бүгінгі шығарылымда. Ей, сүре берейін ба сені? Мына жоқ па? Мына кісінің үйіне келіп қалдық. Хал жағдайын білуге. Жатысты қара. Мына кісі бар. Мына кісі бар. Ей, мына мысық мен последний келгенде мынандай ғана еді. Өсіп кетті. Шай ішейін деп жатырмын. Менің жеке болжауым бойынша бұл сөзді Әділет дегенмен де Айгүлді қызғандыру үшін айтты ма деп қоям ғой енді. Бір жағынан, мысалға деймін ғой, мысалға. Айгүлдің көз алдында бір қарым-қатынас орнатып, қарым-қатынасын көрсетіп, мүмкін Айгүл қызғанып қала ма деген сияқты бір ой бар ма деп қоясың ғой енді ойлап. Ол да мүмкін, әрине ол да мүмкін. Енді өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар, не ойлайсыздар? Әділет Айгүлді ұмытты ма? Және де Әділеттің кешегі айтқан құпия қызы кім екен? Комментарийға қалдырыңыздар. Және де оқимыз, көреміз, талқылаймыз. Және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.